Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде новый сериал, достар. Бұл бізде кедей отбасы. Давайте онда тезірек бастайық. Давайте, бұл достар кедей ана, өйткені бұның жерде әкелері жоқ. Кедей ана деген сериал. Онда мен сіздерге кейіпкерлерді таныстырып шығайын. Мынау бізде ең үлкен қызы. Бұның аты бізде Дина. Дина деген қызы. Ең үлкен. Мынау бізде ең кішкентай қызым. Бұл енді жасы екілерде. Бұл бізде Еркеназ. Мынау бізде Назым. Бұл бізде екінші қызы. Мынау анасы. Анасының аты достар, анасының аты Маржан. Және де анасы Маржан аты. Онда осы кейіпкерлер, онда біз сериалымызды бастаймыз. Кішкене мына баланы алсам болады ғой. Еркеназ. Ой, то есть Назым. Ойбай, кетшары. Жаңа мен көтеріліп кеттім ғой. Үйге кіргізгеніне бұл қыздар болды, ұрыспаңдаршы. Міне біздің новый үйіміз. Неге біз үй ауыстыра бердік, анашым? Қыздар, енді бізде енді ең арзан осы болды. Кішкене жаманырақ болады. Өйткені біздің үйімізде үнемі жаман үйде тұрамыз ғой. Анашым, неге сіз жаман үй аласыз? Менің жақында туған күнім келе жатыр. Туған күнімді өткізуім керек достарыммен. Достарым үнемі айтып жүр маған, шақырасың ба деп. Оларға жоқ десем ыңғайсыз болады ғой. Қызым, ашуланба. Бір мәнісі болар. Сен қыз неге анамай қалап тұрсың? Болды, туған күнің деген сайын. Қыздар, болды, тынышталамыз. Жүріңдер. Жүр, қызым. Әкеңіз анашым Еркеназды өзім көтерейін. Сен таныста. Міне бұл бізде Асия. Асия кәдімгі холодильнигі бар. Мына жақ уже бізде жуынатын бөлме. Уборный. Меніңше осы ғана әдемі сияқты, уборный ғана. Мынау бізде қонақ бөлме. Но қонақ бөлме дегенде просто так отырып демалатын. Ал мына жерде сендер сабақ орындайсыңдар. Не, мама, неге біздің өзіміздің бөлмеде емес? Ол жаққа ол жиһаз сыймай қалған екен. Мына жерде кітаптарың тұрады. Әр кезде осындай үй ғой, бір нормальная үйге вообще тұра алмаймыз. Мына жақ сендердің бөлмелерің. Неге жаман бөлме мынау деген? Маған ұнамады. Не бәлем мына жерде? Бірақ шкаф, и ода еще үш-ақ полка. Меніңше өте әдемі, бұрынғы бөлмемізден қарағанда. Қызым, енді қазірше тапқаным осы. Сен бәрінен ұнамайды деп жүре бермей, тыныш жүрің, естің бе? Бір маған тым ұнаған жоқ ше. Болды, заттарыңды қойып ретестіре беріңдер. Мен барып продукт алып келейін. Соңғы ақшам бар еді, соған алып келсем екен. Бара ғой, мен барайын. Айтпақшы, мына жаққа барлық заттарды орналастыра беріңдер, жарай ма? Мына қыз менімен бірге жатады. То есть өзіміз бәріміз өшіп жатамыз. Болды, мен орналасып болдым. Қыз, қаш, бұл жерде мен жатамын. Сен нақта мамамен бірге жатасың. Той, әпке, өше жата берейінші. Жоқ, жатпайсың, мен жатамын. Назым, қойсаңшы, болды. Кішкентай қыз ғой. Қазір ұйықтайын деп жатқан жоқсың ғой. Менің қазір ұйықтағым келіп тұр. Болды, Назым, қойшы. Сәл ұйықтасын өзі. Не болды соншамақты? Ұрсып. Әзірше ана жақта барып отырып тұр бар. Мына үйге уборка жасап тастайық, анам келмегенше. Шаңын қарасаңшы, келген кезде шаңын сүрту керек бұл бөлменің. Енді үйге шаңын сүртпей тұрып сізмен шығамыз. Полдардың барлығын жуып шық. Ал мен десем мына шаңдарды жуамын. Сен бірінші жуып ал, мен қазір тряпка алып келген өзіме. Осы үйде мен ғана тірлік жасай береді екенмін. Не деген... Вообще мен бұл үйден өзіме алып тұрған жоқпын. Мен достарымдан алып тұрмын. Мына үйде қалай тұрамыз, бір түрлі жиһаздар да жоқ. Осы менің сыныбымдағы қыздардың барлығының үйінде мебельдері күшті ғой. Бір. Қыз, болдың ба? Мен де болдым, шаңдарды сүртіп, бар жайнақ қойнаны.
қолымды жу. Ойлап білем сақыл үйретпей ақ қойшы, а. Жүр. Енді қазір маманың келгенін күтейік. Оған дейін сіңлімнің алдында отырайық. Уф, мен ана жақта өзім отырамын. Көретін не телевизор жоқ, не телефон жоқ. Ой, бұл қызға ештеңе жақпайды. Қызым деп қой, сіңілім, Еркеназ. Я, әпке. Жүр енді сен кішкене ана жақта ойна, жарай ма? Мына жақты көрпелерді кішкене реттестіріп қояйын. Жарайды, әпке. Мына жерден мына ойыншығыңды алып алсаңшы. Екі ойыншықты ойнап отыр. Әпке, сізге бір нәрсе айтсам болады ма? Айта ғой. Мен осы неге барған кезде, сәдекке барған кезде барлығы менің ойыншықтарыма күлді. Ой, күле берсін, ештеңе болмайды. Барлығы өзгереді ғой, бәр нәрсе бір қалпында тұрып қалмайды. Әпкеңнің алдында отыр. Жарай ма? Мен қазір анам келген сияқты есікті ашайын. О, мама, келдіңіз ба? Я, қызым, келдім. Әрең деген шаршап кеттім ғой. Ужас. Терілеп жатырмын. Әкеліңіз ана шымен реттестірейін.